Бүгінгі біздің талқылап отырған тақырыбымыз ерімнің ермегі, ер азаматтардың ермегі. Қандай зиянды, пайдасы, тәуелділікке әуестікті қалай жоюға болады? Осы жайында қозғап отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, Live Studio Инста парақшасына тіркеліп, сұрақтарыңызға қою болады. Ал дәл қазір тақырыпқа байланысты бізге жұлдызды қонақ келіп отыр. Сол жақ бұрышта жұлдызды қонақ, әнші, журналист деп айтуға болады негізі. Нұрлан Еспанов. Қалыңыз қалай мырза. Ұзақ таныстырмай қойыңдар, жай Нұрлан Еспанов қой болды. Я, Нұрлан аға, енді сіздің шығармашылығыңызда болып жатқан жаңалықтардың барлығын Инста әлемде, Facebook әлеуметтік парақшада, жалпы әлеуметтік желілерден біліп жатырмыз. Бүгін біз сіздің шығармашылығыңызға емес, тек қана біздің тақырыпқа байланысты сұрақтарды қойғымыз келеді. Жалпы осы тақырыпқа байланысты сізбен әңгіме дүкен құруға ұзақ уақыт берілсе ғой, шіркін-ай, бірақ олай емес дегенмен де көп нәрсені үлгеруге тырысайық. Ерімнің ермегі деген қызық екен, бірақ. Иә, Айдардың аты өзі. Айдардың ермегі сияқты ғой. Иә, бізде ермек жоқ қой жоқ. Немесе арманмен ұйықтап, мақсатпен оян деген сияқты ғой. Иә. Аманмен, есенмен дос бол деген сияқты. Негізі босқа түскен уақыт қылмыс қой енді, жалпы енді. Бізде ермек жоқ қой. Бізде бір бағыты бар. Bir жаққа барсақ та жаңағы белгілі бір қалай айтсақ болады, жұмысты тындырып, және адамдармен жолыққан кезде де біреу айтады, ойбай, Нұрландарды көрдік, ана жерде отыр, әшейін, жайдан жай деп атады ғой. Бізде жай отырыс жоқ. Бүгін мен келдім ғой, 2 адам басталатын қыздың осындай керемет бағдарламасына. Рахмет. Мен қалай айтсам болады, ойланып келдім келгенше. Сіз футболға, мен ойыншы, өйткені мен екеуміз де бір команданың жан күйіріміз. Мен жалпы ойлағам, сіздер кеше бірге болған шығарсыздар. Біз бірге көреміз. Нұрлан Еспанов және Аяна Габдуллина бір командаға жан күйір, Реал Мадрид, яғни кеше бірақ Европа чемпионатында Манчестер Сити мен Ливерпуль ойнады, 2-1 болды. Есеп, бірақ енді біздің қуанып отырған жайтымыз бар, Барселона кетті бір ойыннан айналман. Енді футбол әуестігіңіз бе, әлде құмарлығыңыз ба? Бәстігесіз бе? Шынымды айтайын ба, мен бәстікпеймін. Негізі мен ондайға құмар емеспін, мен жай ғана көрерменмін. Мынау айтып кетеді ғой, қазіргі таңда оқырман да жоқ, көрермен де жоқ, жалпы енді барлығы жоқ деп. Жоқ, енді бір адамның кішкене енді әлсіз жерлері болады ғой енді. Көбінесе айтады маған, ой, Нұреке, не қыласыздар ғой, түннің ортасында барып сол футболды көріп, ол енді Европаның уақытысымен біздің уақыт сай келмейді ғой. Барып аласыңдар да отырасыңдар таңғы 3-ке дейін, 4-ке дейін, сөйтесіңдер арасында тұра алмай жатасыздар деп. А біз сол футбол көргеніміз, қалай айтсақ болады, футбол көреміз де ертеңіне съемкаларға бара алмай қаламыз. Тұра алмаймыз ғой енді. Соны түсінбей жататындар бар. Жалпы енді бұл Лига чемпионов деген бола бермейді ғой. Иә, жылда бір рет келетін. Аян, сен қуандық деп айтып қоймайын, мен жақта Барсаның бүкіл жанкүйерлері ренжіп қалып жүр. Біз енді қуанғанда қалай қуандық? Жалпы енді Романың жетістігіне. 1984 жылдан бері Рома әлі полуфиналға шықпаған екен. Көрдіңіз ба? Франческо Тотти сол жерден пенсияға шықты ғой енді ол кісі. Нұрлан мырза, қазір ғой керемет ақпаратты айтып отырсыз негізінен. Бірақ менің түсініп отырғаным шамалы осы жерде. Мұхаммед Саллах деген көріңіздер, мұсылман жігіт бар. Мұхаммед Саллах Ливерпульде ойнайды. Қандай Саллах? Не себепті менің түсініп отырғаным шамалы десем, мен бүкіл қазір 80% әйелдердің шағымын айтқым келіп отыр осы. Түсінбейді ғой футболды. Футболды түсінбейді, оны несі қызық екенін түсіндіріп бересіз бе? Негізі мен түсіндіріп өтейін. Жалпы енді біз музыка жазамыз ғой. Бір бағытта отырасың, студияда отырып, музыканы жазасың, келіп жазасың, енді оны табыстайсың. Табыстағаннан кейін бір белгілі бір жетістікке жеткендей боласың. Содан соң шығып кеткеннен кейін көшеге одан алыстау керек болады да, музыка болмаса екен деп, ойды басқа жаққа бұру керек. Бұрмасаң депрессияға түсіп кетесің да. Депрессия деген өте қиын нәрсе. Шыға алмай жүресің, күйзеліс дейді. Депрессия деп айтқаным түсініктілеу болады да жаңағыдай халыққа. Содан соң біз өзіміз қатты қинамай, сол футбол көріп, сол телевизорға үңіліп отырамыз. Ал үңілгенде көрмейсің. Миыңдағы жаңағыдегі көп керек емес дүниені өшіресің да. Иә, дұрыс. Осы жерде тағы бір сұрақ қояйын енді. Жалпы әйеліңіз футболды түсіне бермейтін шығар, иә? Айта отырайық, футбол айтпақшы әлемдегі ең дамыған бизнес түрі. Бірінші орында общепит болса, екінші орында футбол түрі екен, иә? Тамақ. Иә, міндетті түрде тағамды жейді, және футбол көреді екен барлығы. Енді сіз енді футбол деп отырсыз, жолдасыңыз ренжімей ма? Нұрлан, қашанға дейін футбол деп айта бересің? Жоқ, мен келіншегім ренжімейді. Негізі өте қалай айтсам болады, тек жерден шыққан қыз ғой. Біз енді кеңес дәуірінде өмір сүргеннен кейін бізде заң қалыптасқан өзі. Енді білесіздер ғой енді. Ер азамат, ол ер азамат. Ер азамат түздің адамы. Футболдың адамы дейсіз. Талы тұрғызу керек, үй салу керек, бала шағаны асырау керек деген сияқты. Енді күнде футболда отырамын мен, расында күнде отырамын. Ол кешке.
А күнімен күндізмен жұмыс Шаруаларыңды жасаймын. жасайсың. Сосын кешке таман барып, мен оны түсіндіріп айтып қойғам. Әйеліңізге қашан көңіл бөлесіз сол кезде? Көңілді Көңіл бөлінбей қалады солай. Көңіл бөлінбей қалып жүр да қазір. Сәлем жолдап қойыңызшы қазір міне экранға. Сүйем деймінші. Иә, Жанар көріп отыр қазір. Жанар, саған сәлем жолдап отырмыз, қыздармен көрдің ғой. Бір жаста қартайық деген сөз ғой бұл. Дұрыс тұр, Нұрлан ағамыз бізде әнші, футболға құмар, өзі ата айтпақшы немересі бар. Қызын қияға қондырып мінекей ата атанып жатыр. Ата болған ғой екен. Жақсы, немерем бір жастан асып кетті. Мен жалпы қасты еркелетіп қоям. Енді бала деген тәтті ғой жалпы. Бірақ мен әлі сезіне алмай жүрмін. Мен енді өзімен бала сияқтымын ғой. Жалпы күліп жүргеннен кейін жолдас балаларым да айтады, бір кез қартаймайсыз деп. Кейбіреулер шошып кетеді. Қызыңыз күйеуге шығып кеткен ба, немереңіз бар ма деп. Ол деген жақсы емес па? Мен мынау ер азаматтарға айтатын көбінесе уақытылы үйлену керек. Мен өзім 21 жасымда үйленіп кеттім. Қазір балам 22-ге келіп жатыр, қызым 23-те. Енді қатар өсіп қалады екен. Мен осы сізді көрсем, есіме неше түрлі әзіл қалжыңдар есіме түсіп жатады. Әсіресе анекдот айтайыншы осы жерде. Футбол туралы айтып отырмыз ғой осы жерде. Өмірден түңіліп кеткен доп қожайын айтатын көрді, әй көке, мен алысқа теуіп жүрші, шаршап кеттім дейтін көрді. Жоқ, енді футбол туралы анекдоттар көп қой. Сізден бір анекдот. Қазақстанмен дейді Бразилия ойнапты дейді енді. Осы Алматыда жекпе-жек. Сөйтсе жаңағыдегі ойын біткеннен кейін доптан интервью алып жатыр екен дейді. Жаңағыдегі сұхбат шешіп жатыр еді доппен. Доптан сұрап алса жаңағы доп айтады дейді ғой. Жаңағыдегі Бразилиямен ойнаған кімдер еді деп. Аяғында бір топ тимей кеткен да жаңағы бауыржан тұрабаев мырзаның анекдоты ғой. Жақсы, керемет әзіл қалжыңымыз аралас, осындай сұхбат өтіп жатыр. Дегенмен де Нұрлан аға Инстаграм әлемінде Нұрлан ағадан күніне бір пост жазылмай қалса, елдің бәрі шу ете қалады. Нұрлан аға қайда деп. Сіз жалпы өзіңізді ғаламторға, Инстаграмға тәуелдімін деп ойлайсыз ба? Негізі Инстаграмға бәрі тәуелді. Не жалпы. Бірақ мен Facebook басқаға енді жоқпын, басқалар салып отырады. Жалпы енді мен бүйтіп айтайын деген. Инстаграмға қазір сурет аздап салып жүрмін мен. Енді Инстаграм аштым деп біреулер кез келген нәрсені жаза беретіндер бар ғой енді. Мақтаншақ, анау, мынау деп. Негізі мен айтып өтейін, бақыт деген ол безеу сияқты, кімнің бетінен шығып кететінін білмейсің дейді ғой жалпы. Сол себепті кішкене бос өткізген уақыт қылмаңыз деп көбінесе айтып отыратын. Мен өзімнің мақалым бар, көп жерде айтып жүретін. Бізге оқымысты қазақтан гөрі мәдениетті қазақ көбірек керек. Сол себепті енді Инстаграмда мәдениеті маған ұнайды жалпы. Мен Инстаграм көрген кезде өзімнің жақын әріптестерімді көріп отырамын. Қандай жаңалықтары бар екен. Кей кезде болады және бір бағдарлама болып жатады, мысалы өздеріңдікі. Шақырмаса өкпелейміз же. Не болды мыналарға, бізді ұмытып кетті ғой деген сияқты да. Жалпы Инстаграм әлемде бармын. Инстаграм әлемі ұнайды. Мен көрермендерге де айтып қойын. Жақсы постар салып жатырмын қазір. Достарым туралы жақсы әндер. Еспанов, төменгі сызықша Н. Ол қиын емес. Аяқ астынан өз-өзін жарнамалап жатыр енді. Қиын емес. Көрсеңіздер бол. Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бұл Алматы телеарнасында тікелей эфирде Live Studio тележурналы. Бүгін біздің талқылап отырған тақырыбымыз ер азаматтардың ермегі. Осы тақырыпқа байланысты студиямызға келген жұлдызды қонағымыз әнші сазгер Нұрлан Еспанов. Нұрлан аға, Инстаграм әлеміне Live Studio парақшасына біздің көрермен мынандай сұрақ жазыпты. Менің күйеуім достарымен моншаға барғыш. Ол моншаның соңы бітпей таң ата келетін күндері бар. Бұл қауіпті ме? Қалай барғызбасам болады дейді. Ал сіздің пікіріңіз? Енді айтайын, моншаға барған кезде арақ ішпесең болды ғой бастысы. Шынымды айтамын. 40 градус сол жақта, 100 градус мияқта ыстық болмайды да, негізі денсаулыққа зиян. Ал біз барсақ енді достарымызбен барамыз, көбінесе айтамын мен енді 10 баланы апарып арақ ішкізгенше 10 адамды моншаға барсаң сауап қой деп келемін. Кеше енді біз барып тұрамыз. Жалпы енді тазалық денсаулық кепілі ғой. Жалпы таза жүргенге не жейсің? Дұрыс енді. Адамның өзін жуғанмен қоймай, кішкене әйтеуір ол жерде бізде міндетті түрде моншаға барды, ол түсе беру емес қой суға. Моншаға барған кезде тек қана әңгіме, бас қосу ол. Монша деген аты бар. Ерлер бар ғой, жігіттер моншаға жалғыз барғанды қорқады-ау деме. Өйткені олар деген бір емес 10 шақты жігіт болып жиналып барады. Және де сіз енді Нұреке енді өнерде дос болғаннан кейін сізден көптеген әзіл қалжыңдарды есімде түсіп отыр. Әсіресе моншаға байланысты әзіл қалжыңдарыңыз көп екен. Бар ма сондай? Енді бар енді
ойнап айтқан болатынмын енді моншаға түсіп жатқан кезде енді парға кірмейтін жігіттер бар. Парға кірсеңдерші дейміз. Кірмейді және тұрып алады, астына жатып қалады. Біз үстінде отырамыз ыстық жерінде. Сөйтіп бір айтқаным бар, айналайын-ау, мына ыстыққа шыдай алмайсың, ертең тозақтың отына кайып шыдайсың деймін да мен. Сөйтіп кей кезде қалжың айтамыз, Құдай өзі кешірсін енді. Ондай қалжыңдар кей кезде бұрын соңды жас кезде ғой. Иә, мынау енді өнер деген көбісі түсінбейді енді. Өнер деген бір велосипед сияқты ол, айдасаң жүреді, тоқтасаң құлайды. Сол себепті кей кезде ойланамын да, енді өнерде жүргеннен кейін 8 қырлы бір сырлы болу керек. Енді барлығы бір қайық қой. Сол кезде Нұрлан деп маған көбісі бұрын соң реніш білдіретін. Мен айтамын да енді аптасына 3 рет түсесің моншаға, бүйтесіз деп ренжиді да маған. Мен айтамын, менің ермегім сол. Және ер адамның ермегі деп отырмын. Ермек деп соны айтуға болады да жалпы. Ал әйеліңіз бұған қалай қарайды? Осы сен деген Нұреке, сен деген осы соңғы кезде моншаға көбірек барып кеттің деген сияқты әлде үйренді ма? Ой, менің әйелім сұраған емес ол. Менің әйелім қуанады, біз моншаға кетсек қайтадан. Біз білдірмейміз ғой, айтпай кетіп қала береміз ғой. Олай болса, әйеліңіздің көңілін қалай табасыз енді? Сіз моншаға жиі барасыз, футболға көресіз, түзде жүресіз, әйеліңізге енді көңілді азырақ бөлесіз, мүмкін сыйлық сыйлайтын шығарсыз. Осы жерде мүмкін білмейтін ер азаматтар бар шығар, әйелдердің көңілін қалай табу керек? Сізден кеңес болсын. Шынымды айтайын, мен сыйлық сыйламаймын, өтірік айтқанды өзім жек көремін. Иә, өтірік айтқанды жек көремін. Анда-санда базарға жіберіп тұрам болды да енді. Базарға жіберген кезде мен белгілі бір мынаны ал деп жібермеймін, ақша қойып қоямын, өзі базарға кетеді. Бірақ енді өзіне еш нәрсе алмайды. Базарға барса кішкентайларға алып келеді әйтеуір. Енді әйел баласы ғой, енді барады магазинге барып жейтін нәрсе алып келеді. Сосын сөйлеп отырады, осы өзімізге кім алмаймыз деп. Өзімізге еш нәрсе алмаймыз деп. Ауыспайды балалардан. Содан соң ол кісінің де бір ермегі бар. Жақсы гәп ойнайды ғой олар. Гәп деген жақсы ғой. Сол себепті иә. Гәп деген олар ай сайын белгілі бір қаражатты жинап, өздері бас қосады. Өткенде черная касса дейді. Черная касса былай тұрсын. Олардың гәбі көбейіп кетіп өткен кезде. Өткен аптада гәбі көбейіп кетіп, өткен айда деп айтайықшы, біз тоқтатқан болатынбыз. Айына бір рет. Мәссаған, сіздер тәуелділіктен тоқтат. Бірақ қыздарға енді сыйлық берген ұнайды дейді. Мен өзіме сыйлыққа құмар емеспін. Бір жерден алып, сыйлықты алып барып беріп. Мен кішкене ақша қоя саламын. Бәрі ақша ғой. Конверт аман болсын. Нұрлан мырза, қараңызшы, осы ретте қалай ойлайсыз, ер азаматтардың осындай зиянды ермекке тәуелділігі қорқынышты ма, әлде әйел адамдардың тәуелді болғаны қорқынышты ма? Әйел адамдардың тәуелді болғаны қорқынышты. Темекіге беріледі. Басқа нәрсе. Мен мысалы өзім көп шетелдерде көп боламын ғой. Бір мемлекет бар, енді айтпай ақ қояйын, қыздар балдарынан көп шегеді темекіні. Өйткені бұрын соңды Европаға еліктеген. Мысалы енді, мен мысалы енді өз көзіммен көрдім, барып. Қыздар енді балаларынан көп темекі шегеді. Өйткені ол қол бостықтан емес. Енді темекі шегу енді ол ермек деп айтпай ақ қояйын, ол әдет. Иә, әдет. Жаман әдет. Жоқ, ермек үшін де шегетіндер бар. Мен өзім көрдім ғой, ермек үшін де шегетіндер бар. Жай ғана біреу шықты ма, сонымен шығу керек та міндетті түрде. Сондай нәрсе. Кезінде 10 жыл, 20 жыл бұрын темекі шексе өзі өзінше бір крутой болатын ғой, өзі авторитеті мол адамдар шегеді. Иә, бізде мысалы киноға түсіп отырмыз, кейбір актерлар. Сіздің балаларыңыз немен әуестенеді? Менің балам қазір оқиды, енді биыл бітіреді. Биыл енді жоқ өнер академиясын емес, Тұранда оқиды, туризмді оқиды. Мен айтам, бір үйге бір әнші жетеді деймін да мен оны. Бір үйге бір өнер азаматы жетеді. Сөйтіп енді қазір менен тағылып барып, не бір жәндегі реалити шоуларға түсіп жүр екен. Мен өткенде айтқам, оны қойсайшы деп, бір үйге бір әнші жетеді. Бұл енді шығармашылығына байланысты. Бірақ оның ермегі тек қана оның да спорт жәндегі, бірақ енді футбол көрмейді ол. Мен сияқты. Ол тек қана турникке тартылады. Жақсы, иә, бүгінде тағы бір-екі ойын бар екен, міндетті түрде кездесеміз. Міндетті түрде бірге тамашалаймыз. Нұрлан аға, сізге үлкен рахмет, студиямызға келіп, жайдары көңіліңізбен тағы да осылай барлығымыздың көңілімізді бір көтеріп, осындай керемет көңіл-күй сыйлағаныңызға үлкен рахмет. Біздің командаңызға жеңістік тілейміз. Ендігіде мен жақсы анекдоттар дайындап келемін.